Всем привет. Мен бар, короче, Милашка бол, Нурдаулетке Милашка кыздар жагат өтөт ошондой. Ну, связано уже. Милашкамбы? Махаббат деп аталады, типа. Кыздардын баары жылап жатыр. Аны жди меня тақты, әкем тапқаны. Нағыз махаббат деген осындай болады. Бақытты болсын, осы екеуі бақытты болса, біз қанша күн қоса алмай жүрміз екен ше. Махаббат деп аталады. Неге көре алмай? Білмеймін. Баршаңызға қайырлы таң. Қалдарыңыз қалай десе жатыр, мен құртшылы тұрмын депті. Жұмысқа бардыңыздар ма? Бүгін аптаның алғашқы күні, күндеріңіз сәтті өтсін, жақсылыққа толы күн болсын, қалыпты күн болсын. Бізге де бүгін қатысушылар келіп еді ғой. Қатысушыларды күндарыңызды қысқа тұрыңыздар ма? Бәріңізге сәттілік, біз сізді жақсы көреміз. Онда тапсызда бізді жіберуі. Айда, магазинге жалғыз бардыңыз ба? Магазин Аринамен бардым. Содан кейін. Жолдан Нұрдаулетке кезіктіп қалдым. Я Нурдаулет. Мен Нурдаулет дедім. Жоқ, мен сыртта қарап тұрмын да. Бірінші Нұрдаулет кетіп қалды да. Есесі атынан тұрып, андай. Екеуіңіз бөлек бара жатсыздар да? Но бірақ бірге бара жатсыздар. Мен Нурдаулет магазинге барған жоқ, мен Аринамен бірге бардым. Аринадан кейін ше, осы соңғы. Оны мен кездесуге бара жатқан болатын футболға. Просто бір-бірлеріңіздің аттарыңыздан кетіп бара жаттыңыздар да. Сосын ойладым, мә кісілер деген деп. Сіз таңертең шай құйып беріпсіз ғой? Я шай құйып бердім. Енді отырды ма, шай құйып беріп қойыңдаршы деп басқа қыз құйып бермеді ғой. Дана деп айтқан екенсіз. Бүйтіп стаканды жуып алып құйып беріпсіз ғой. Жуып алған жоқпын, айттым мен өзім құйып бере саламын, шай құйып бердім болды. Қыздар сөйтіп айтты, білмеймін. Я шай құйып бердім. Мен құйып беремін до конца. Мәссаған. Басқа қыздың қолынан шай ішпейді деп қойсаңызшы. Қысқа түсіп кеттіңіз ба? Тоңып тұрсыз ба? Жас келген сайын жаурайды кезінде. Мәссаған. Қызыңыз жылытпады ма не? Бүкіл жылуыңызды алып алған сияқты ғой сіздің. Қалайсыздар, ассалаумағалейкум, қазақ елі амансыздар ма? Не болса айта кетейінші, мен жасым 30-да емес, мен 29-ға келіп боламын. 94-тің соңғы айым сентябрь айым. Сіз қызықсыз білесіз ба? Қосылайықтың кәдімгі актуальнейінде кәдімгі документ бойынша бар да сіздердің жастарыңыз. Сіз айбат жасырасыздар неге? Жасырған емес, мен паспортымда 94 деп тұр, бірақ 93-тен мен оқығам мен. Мәссаған. Мен 93 деп айттым. Қызықсыз ба? Емес, өйткені 94-тер біздің андай, как ауылда жүргенде братишка сияқты болған ғой, төмен класстар. Өзім 94-тен негізі айтпаймын. Ол болса ғой, сол қашан барамыз, қыздар? Барай келіс еді. Ассалаумағалейкум, келіңіздер бізге талғат. Үйдің бағасымыз ғой. Нан түйін мамама беретін өсіп жерде. Аузына жинап отырсың. Қанша салам нан? Махаббат деп аталады, типа. Қыздардың бәрі жылап жатыр. Аны жди меня. Бақытты болсын, осы екеуі бақытты болса, біз қанша күн қоса алмай жүрміз екен ше. Бір-біріне қарап, андай искралы көрініп тұр да, жақындаса десе қашады, ана жақындаса айда айтса қашады бір-біріне. Әйтеуір осы нәрсе